Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін мен уылдырықтан котлет дайындап көрсететін боламын. Олай болатын болса, каналымнан алыстамай лайк басып, қолдап отырыңыздар. Ең алдымен уылдырық, оның үстіне тұз, бұрыш және бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Яғни ешқандай түйнек, түйіртпектері қалмауы керек. Енді үстіне шамалы аскөк қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Аскөк қосқан себебім котлетімізге ерекше дәм беріп тұрады. Енді үстіне 100-150 грамдай ұн қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді міне бізде масса пайда болды. Табамызға май құйып, майымыз қызғаннан кейін котлеттерімізді осылай майға екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Екінші бөлігіне алмастырып отырып, жақсылап қуырып шығатын боламыз. Міне достар, біздің котлеттер пісіп дайын болды. Үй жағдайында сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Балаларыңыз да сүйсініп, тамсанып жейтін болады. Назарларыңызға рахмет.